Сәлем достар, мен Әлібек, бұл Техногаз арнасы. Ютубтан аналитиканы ашып қарасам, біз жүктеген 7 видеоның ішінде ең танымалы, ең просмотр көп жинағаны 100 000 теңгеге дейін топ 5 смартфон видеосы екен. Сосын мен ойладым, неге оны жалғастырмасқа, ары қарай одан жоғары 100 000, 150, 200, 250 000 теңгеге дейін сүруді. Ендеше жалғастырайық. Бүгін біз полуфлагмандар арасынан, яғни $400 дейін теңгеге аударсақ, 170 000 теңгеге дейінгі топ 5 смартфонды анықтайтын боламыз. Бүгінгі топ 5 смартфондардың ішіндегі смартфондарды біз олардың баға және сапа, яғни орысша айтқан кезінде цена и качество көрсеткіштеріне қарадық, соған қарай біз таңдадық. Олар 2019-дың соңында шыққан Huawei Nova 5-ті, жылдың бірінші жартысында шыққан Samsung Galaxy A80, басында ұсынылған Sony компаниясының Xperia 10 Plus. Сентябрінде шыққан Xiaomi Mi 9 Lite. Жылда шыққанына қарамастан, қалған айтыла кеткен 4 смартфоннан баға және сапа жағынан ешбір қалыспайтын Apple компаниясының iPhone 7 телефоны. That is the most deliberate evolution to define one truly uninterrupted form. Жалпы, осы аталған 5 смартфонды біз бүгін 5 критерия бойынша салыстыратын боламыз. Бірінші, сыртқы материалдары және дизайн. Екінші, аккумулятор. Үшіншісі, процессор. Төртінші, камера және бесіншісі, оптимизация. Салыстыруды осы смартфондардың ішіндегі ең арзаннан бастап, ең қымбатына қарай, жоғары қарай айтатын боламыз. Ендеше, сыртқы материалдар мен дизайннан бастасақ, бірінші телефонымыз Sony Xperia 10 Plus. Ол жалпы сырты пластиктен жасалған, онда ешқандай скриптар немесе басқа ыңғайсыз дыбыстар шығарып, мазаңызды алмайды. Жалпы ондай жақтан Sony компаниясының ешқандай кемшіліктері алдында қазірде болмаған, және ол жағынан ешқашан ақсамайды. Ал дизайнына келсек, өте әдемі және сәтті шыққан. Көп адамға ұнауы да мүмкін. Екінші, Xiaomi Mi 9 Lite. Ол жалпы стекло және металдан қосыла жасалған. Оның алдыңғы стеклосына, яғни экрандағы стеклосына Gorilla Glass қорғаушы ударларға шыдамдылық технологиясы орнатылған. Ал дизайнына келетін болсақ, басқа да Қытайда қазір компаниялар көп қой өндіріп шығарып жатқан. Солардың ешқайсынан бір ерекшелік көріп, басқаша ойлап тауып дизайнды шығармаған. Барлығы бір-біріне аумайды. Үшінші, Apple iPhone 7. Ол толық шыдамды металдан жасалған. Көп орыс блогерлердің айтуы бойынша оған 7000 металл қойылған деп айтады. Оған келсек, ол кез келген ударыға өте шыдамды келеді. Ал дизайнына келетін болсақ, көпке белгілі осыған дейін шыққан iPhone 6, 6s, 8, сол сияқты 4-7 дюйммен шыққан телефондарға дизайн жағынан өте ұқсайды. Төртінші, Samsung Galaxy A80. A80-ге келетін болсақ, ол екі жағынан стекло болғандықтан, алдына Gorilla Glass 3, ал артқы панельге Gorilla Glass 6 қорғаушы технологиясы орнатылған. Әрине мұнсыз болмайды, өйткені қазіргі таңда көп адам чехолсыз ұстайды, сондықтан жерге бір түскеннен кейін
ол шинтекс шытынап кетуі мүмкін. Нәтижеде оны қайта қалпына келтіру өте үлкен сомаға түсіп кетеді. Ал енді дизайнына келетін болсақ, Samsung өзінің Galaxy A80 сериясына бір эксперимент жасап көрмекші болды, яғни артқы камераны алдыға қарай қозғалуын. Әрине бұл көпке шыдамайтын технология, өйткені егер көпке шыдамды болғанында Samsung өзінің флагманский жаңағы S, Note сияқты серияларына қоятын еді. Бесінші, Huawei Nova 5T-ға келсек, ол басқа телефондар сияқты металл және стеклодан құрастырылған, ал дизайнына келсек, сол баяғы қытайлықтардың бір-бірінен дизайнды ұрлау, тағы басқа барлығы бір-біріне өте қатты ұқсайды. Ал енді екінші критерия – аккумулятор. Батарея жағынан ең соңғы 5-ші орында iPhone 7 өзінің 1960 мАч пен литий-ионды батареясымен. Ал одан алдыңғы 4-ші орында Sony Xperia 10 Plus өзінің 3000 мАч Li-ion батареясымен. Ал 3-ші орында Samsung Galaxy A80 өзінің 3700 мАч Li-Pol батареясымен. Ал екінші орында Huawei Nova 5T өзінің 3700 мАч аккумуляторымен. Ал осы критерия бойынша ең жоғары нәтижені көрсеткен Xiaomi Mi 9 Lite өзінің 4030 мАч аккумуляторымен. Ал енді үшінші критерия – процессор. Менің ойымша, кез келген адам смартфон, телефон таңдаған кезінде ең бірінші кезекте процессорға қарау керек. Мен өзім әрқашан солай етемін, жаңа телефон сатып алған кезінде. Өйткені процессорға барлық нәрсе байланысты. Сіздің алған телефоныңыздың камерасының разрешениесі, оның мүмкіндігі, шыдамдылығы, мощності, тағы басқа нәрселер. Яғни процессор қанша күшті болса, сіздің телефоныңыздың басқа да жақты қосымшалары жақсы істейді, яғни өзінің толық аша алады деген мағына. Процессоры жағынан ең соңғы орында Sony Xperia 10 Plus. Ол смартфонға америкалық Qualcomm компаниясының Snapdragon 636 чипі орнатылған. Ол максималды түрде 1.8 ГГц береді. Болды үшті. Sony'ден алдыңғы 4-ші орында Xiaomi Mi 9 Lite, сол өндірушінің Snapdragon 610 процессоры. Яғни ол максималды түрде 2.2 ГГц мощності бере алады. Ал 3-ші орында Samsung Galaxy A80, сол өндірушінің Snapdragon 730 чипі орнатылған. Ол максималды түрде 2.2 ГГц бере алады. Ал екінші орында iPhone 7 2006 жылы ұсынылған Apple'дың A10 Fusion процессоры орнатылған. Ол максималды түрде 2.4 ГГц бере алады. Ал осы процессор бойынша лидер Huawei Nova 5T алып отыр. Ол өзінің флагманды Kirin 980 чипімен ол максималды түрде 2.6 ГГц бере алады. Төртінші критерия – камерасы. Камера жағынан бізге рет-ретімен орын белгілеу өте қиын, өйткені әр телефонда әртүрлі сенсор, әртүрлі разрешение, әртүрлі мегапиксельді камералар. Сондықтан біз сіздерге барлығын рет-ретімен мәлімет беріп кететін боламыз. Бірінші, Sony Xperia 10 Plus. Оның арқа жағына 2 камера орналасқан, 12 және 8 мегапиксельді, максималды апертурасы 1.7 микрометр. Яғни апертура дегеніміз, апертура қаншалықты төмен болса, соншалықты түнде видео болсын, фото болсын, жарықтау түсіретін болады. Ал фронталкасы 8 мегапиксель. Ал Xiaomi Mi 9 Lite'ға арқа жағына 3 камера орнатылған, яғни 48, 8 және 2 мегапиксельді камералар, оларда максималды апертура 1.8 микрометр, ал фронталкасы 32 мегапиксель. iPhone 7 екі жағынан да бір камерада орналасқан, яғни 2006 жылы ондай 2 камера, 3 камера, ондай көп камералы әлі тренд бола қоймаған еді. Ал арқа жағына келетін болсақ, 12 мегапиксельді камера, ал алды 5 мегапиксельді, ең жоғары апертурасы 2.0. По идее, iPhone 7-нің камерасы қалғанына 4 камерадан ұтып кететін сияқты бар ғой.
Ал Samsungқа келсек, Samsung Galaxy A80 арқа жағынан 2 камера және бір TOF сенсор жабдықталған, яғни олар 48, 8 мегапиксель және бір TOF сенсор. TOF сенсор дегеніміз изображение, яғни суреттің тереңдігін анықтайтын датчик. Ал фронталкасы 32 мегапиксельді. Ал Huawei Nova 5-ға келсек, арқасына 1-4 камера орнатқан, 48, 16, 2 мегапиксельді. Оның ең жоғары апертурасы 2.0, ал алдыңғы камерасы 32 мегапиксельді. Ал оптимизация жағына келетін болсақ, оптимизация жағына бізге орын белгілеу өте қиын болды, өйткені әркімге әрқалай ұнайды, сондықтан жеке-жеке жай түсіндіріп кететін боламыз. Менің ойымша оптимизация жағынан Samsung, iPhone, Sony сияқты компанияларға еркін сенсе болады, өйткені олар осы күнге дейін бірнеше жұмыс атқарып, олар белгілі бір нәтижеге жетті. Ал қалған екі қытайлық смартфондар, олар енді жетіліп келе жатқан компания болғандықтан оптимизация жағына өте көп көңіл аударып жатқан жоқ. Сондықтан да оптимизация жағынан қытайлық 2 смартфон, қалған 3 смартфонда артта келе жатыр. Жалпы қорыта келе 5 смартфон бойынша орын белгілейтін болсақ, 5-ші орында Xiaomi Mi 9 Lite, 4-ші орында Huawei Nova 5-ті, 3-ші орында Sony Xperia 10 Plus, 2-ші орында iPhone 7, ал бүгінгі топтың 1-ші орын иелеген Samsung Galaxy A80. Өйткені түсіндірейін, бұлардың барлығы баға, сапа және техникалық характеристикаларына қарай отырып белгіледік. Ойлайтын шығарсыздар, Huawei және Xiaomi'дің аккумулятор жағынан, камера жағынан жақсы деп. Бірақ олардың оптимизация жағынан төмен болғандықтан алдыңғы жақсы жақтарын барлығын ысырып тастайды. Сондықтан да осы орындар белгіленді. Әрине, талдау бізден, таңдау сізден. Егер видеомыз ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылым не туралы болғанын қалайтын едіңіз, комментарийге қалдырыңыз. Егер біздің белгілеген топ 5 смартфонымыз сізге ұнамаған болса, өзіңіздің нұсқаңызды да комментарийге жаза қалдырыңыз. Келесі кездескенше қош, сау. Оған да мән бермеппін. Соған бір қатты мән берген де жоқпын. Бәріне мән бер, өзіңе мән бер, сөзіне мән бер, аңқау болмайын аланың бәріне мән бер.